Сәлем достар, мен сіздерге бүгін өте дәмді болып шығатын қайнатпалы кремнің рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттердің барлығын мен толыққанды описанияда қалдыратын боламын. Ал ендеше крем жасауды бастаймыз. Біз ең біріншіден ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Қантымызды саламыз. Крахмалды саламыз. Осы салған қоспаларымыздың барлығын бір келкі болғанша араластырып аламыз. Келесі кезекте сүтімізді құятын боламыз. Сүтті 2-3 бөлікке бөле отырып құямыз. Алдымен аз ғана бөлігін құйып, жақсылап бір келкі болғанша араластырып аламыз. Кейін барлығы бірліккеннен кейін барып сүтіміздің көп мөлшерін құйып, жақсылап араластырып отқа қоямыз. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді отқа қойып, сүтіміз қою болғанға дейін жақсылап араластырып отырамыз. Үздіксіз араластырып отыру керек, әйтпесе асты күйіп кетуі мүмкін. Сол себептен баяу отта үздіксіз араластырып отырамыз, қою болғанға дейін. Байқағандарыңыздай астынан қою болып шығып жатыр. Міне осылай қайнайтын болады. Сол кезде астындағы отты өшіріп, бөлек жерге қоямыз. Жақсылап араластырып, бетін жауып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Бетін целлофановый пакетпен жапсаңыздар болады, немесе кәдімгі пленкамен жабуға болады. Холодильникте 1 сағат немесе жарты сағат ұстағаннан кейін, шамалы суығаннан кейін осылай сары майымызды салып жақсылап араластырамыз. Біздің крем дайын, достар. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алда көптеген жақсы видео рецепттермен бөлісетін боламын. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.